Мүлгіген түн. Сүттей аппақ ай аспанда үнсіз жүзіп тұр. Жалғыз отырған қыз өз сырын айға ақтарады. Оның үнін ешкім естімесе де ай ғана түсінетіндей. Адамдар оны көргенде жүректері шым ете қалады. Бірақ олардың жанарында жылылықтан гөрі аяушылық басым. Қыз сол көзқарастардан шаршаған еді. Сен неге менің айтқанымды тыңдамайсың? Мен тырыстым, апа, бірақ мүмкін емес. Сылтау айтпа, тыңдау кересің. Кешіріңіз, апа. Жақын жандардың өзі оны түсіне бермейді. Кейде сөзбен емес, көзқараспен ақ жүрегін жаралайды. Қыз үнсіз ғана бәріне төзеді. Бір сәтте түн тыныштығын анасының мейірімді дауысы бұзғандай. Жылы үн жүрегін тербетіп, оған күш сыйлағандай болады. Қиялында ол мүлде басқа әлемде. Ол еркін, бақытты. Құмармен бірге билеп, өмірдің әсем сәттерін сезінеді. Бір күні оны қаралы жиынға шақырмақ болады. Бірақ қыз барудан бас тартады. Өйткені оның жүрегінде өз қайғысы жеткілікті еді. Айда баяу бұлтқа сіңіп барады. Қыз үнсіз қоштасады. Бірақ оның жүрегінде кішкентай үміт оты әлі де сөнбеген.